Сәлеметсің бе оқушым? Бүгінгі сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта болымды және болымсыз етістіктер туралы білімдерімізді түрлі жаттығулар орындау арқылы әрі қарай шыңдайтын боламыз. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орындай отырып, болымды және болымсыз етістік туралы алдыңғы сабақта алған білімдерімізді тиянақтаймыз. Ал қане семантикалық картаны толтырып көр. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аудар, әрі сауатты көркем жаз. Енді оқушым, өз жауабыңды мына кестемен тексеріп көр. Барлығы дұрыс па? Егер дұрыс болса, өте керемет, жарайсың. Яғни ол сенің тапсырманы меңгергеніңді дәлелдейді. Енді оқулықпен жұмыстанайық. 56-57 беттегі 36-37 жаттығуларды орындайық. Ребусты шешіп, ол кісі туралы білетініңді айтып көр. Сонымен ребустың шешуі Төле би. Төле би Әлібекұлы қазақтың Тәуке, Болат, Әбілмәмбет, Жолбарыс, Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан. Аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері, ойшыл, дана, әз Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі, атақты шешен, ұлы жүздің Төле биі, жеті жарғы деп аталатын заңдар кодексін шығарушылардың бірі. Шыққан тегі ұлы жүздің Дулат тайпасының жаныс руынан. Шежірешілер 9 ұлды Құдайберді әулетінен Төлеге дейін бай да би де шықпаған, олар Қарашоқыр атанған қара шаруа болған деген дерек береді. Сонымен қатар біз Төле би атамыздың билікке 15 жасынан бастап араласқанын өте жақсы білеміз. Сенің де жауабың дәл осымен сәйкес деп ойлаймын. Ендеше өте жақсы, жарайсың. Енді оқушым, келесі тапсырмаға назар аударып көр. Берілген сөздерге жұрнақ жалғап жазып, оларды болымсыз, болымды етістіктерге айналдырып жазып көрші. Қане енді өзіңді тексеріп көр. Әңгіме, әңгімеле, алаң, алаңдама, сыр, сырла, әсем, әсемде, жаз, жазба, аяқ, аяқта, әшекей, әшекейле, айқай, айқайлама, дайын, дайында. Сен де дәл осындай, немесе осыған ұқсас болымды және болымсыз етістіктер құрастырды деп ойлаймын. Керемет, өте жақсы жұмыстанғансың. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Бүгінгі сабақтан алған әсеріңді мұғаліміңмен бөлісіп көр.